Әңгіме балалар туралы болғанда барлығымыз сүйкімді әрі аяулы балаларды ойлаймыз. Өкінішке орай, барлық балалар мен қыздар ондай емес. Аяушылықты білмейтін кішкентай балалар тарихта көп болған. Сәлем әлем, сіз Саяхат YouTube арнасындасыз. Қазір мен сендерге әлемдегі ең қауіпті кішкентай балаларды көрсетемін. 12 жастағы Кристиан Фернандес деген бала өмір бойы бас бостандығынан айырылу бойынша ақштың ең бірінші жасөспірімі болып атанды. Қылмыстық іс деректері бойынша Кристиан 2 жастағы інісін бағып отырған сәтте оны аса зорлықпен соғып өлтірген. Экспертиза бойынша 2 жастағы бала бас жарақаттарынан 2 күннен кейін қайтыс болды. 11 жастағы Джон Браун оның әкесінің жаңа қызының аяғы ауыр екенін біліп қызғана бастаған. Өйткені жаңадан туылатын сәби әкесінің назарын өзіне тартып алады деп қорыққан. Аяғы ауыр қыз ұйықтап жатқанда Джон әкесінің мылтығын алып қызды атып өлтірген. Нәтижесінде ол түрмеге отырған, және ол өзінің мерзімін түрмеде өткізіп, қазір бостандыққа шыққан. Жапониядағы осы жасөспірім қыз 2004 жылы бастауыш класында оқып жатып өзінің сыныптасының мойнын кескен. Сыныптасын өлтірген қыз оның денесін ешқайда жасырып тықпай, сыныпқа қайтып оралды. Оған қоса киімі қанның іздеріне толы болған. Жөнсіз жағдайды сезген мұғалім жоғалған қыздың өлік денесін тауып бірден полицияға жолыққан. Қылмыскер қызды ұзақ бойы соттап емдегеннен кейін оны түрмеден босатқан. Ал кластас қызды өлтірген себебі оны ұзақ уақыт бойы керемештегендіктен. 2015 жылы Беверли деген ағайынды әлемдегі ең сұмдық қанішер жасөспірімдер деп атанды. Оклахомада тұратын Майкл және Роберт деген ағайынды өзінің отбасын толығымен өлтірмекші болған. 16 және 18 жастағы ағайынды өз отбасындағы 5 адамды өлтірген, ал олардың 13 жастағы қарындасы ауруханада аман қалған. Ағайынды Майкл және Роберт 5 есе өмір бойы бас бостандықтарынан айырылды. Канададағы 12 жастағы Жасмин Ричардсон өзінің балғын шағына қарамастан жігіті бар болған. Жасмин жігітімен бірігіп оның отбасын қырып тастауын ұзақ уақыт бойы жоспарлап жүрген. 2006 жылы ол екеуі Жасминнің үйіне кіріп, оның ата-анасын және 18 жасар ағасын бірігіп өлтірген. Сотта Жасминнің жігіті Жасмин 300 жасар қанішер және оған қан ішу керек деп айтқан болатын. Ақырында екеуі де 10 жылға сотталған. 1996 жылы Барри Лукатти атты оқушы алгебра сабағына ковбой киімін киіп сабаққа барған. Сыныптастарының барлығы оны керемештей бастаған, ал мұғалім болсашы оны ұрысты. Алайда ковбой костюмінің астында Барри не жасырып отырғанын ешкім білген жоқ. Ол 2 пистолет, 1 мылтық және 78 оқ жасырып отырған. Бір уақытта ол бәрін ата бастаған. Содан соң адамдарды тұтқынға алып, жаралы адамдарды алып кетуге рұқсат берген. Алайда бір сәтте ол сәл ғана алаңдап арғарағанда мұғалім мылтықты оның қолынан тартып алып, оның өзін тұтқынға алған. 1998 жылы Джошуа Филлипстің жасы 14-те болған еді. Күннің бір күндерінде оның көрші қызы жоғалып кетіпті. Бір жұмадан кейін Джошуаның анасы кереуеттің астынан жағымсыз иіс сезген. Кереуеттің астынан ол жоғалған көрші қыздың өлік денесін тапқан. Джошуа анасына оқиғаны түсіндірген. Ол байқаусыздан қыздың көзін битамен соққан. Қыз шыңғыра бастаған. Содан соң Джошуа паникаға беріліп, қызды әрі қарай үндемей қалғанша соға берген. Сот оның айтуына сенбеген. Джошуа түрмеге адам өлтіру бабымен отырған. Грэм Янг берекелі отбасыда өскен. Оның туған күніне әкесі оған химикат жинағын сыйға тартқан. Осы сәтте Грэмнің болашақ тағдыры анықталған. Грэм Янг у дайындай бастаған. Бірінші уақыттарда ол бақалар мен тышқандарды умен асырап эксперимент жасап жүрді. Содан соң достарын уландырған. Өгей шешесі оны ұрысып, у жасауды тоқтатуын талап еткеннен кейін, Грэм өгей шешесін уландырып өлтірген. Алайда Грэмді соттауға дәлел жеткен жоқ. Содан соң Грэм әрі қарай уландыруды жалғастырды. Ол әкесі мен сыныптастарын уландыруға көшкен. Осы жолы оны психиатриялық түрмеге қамаған. Ол сотта химиялық білімдерімен мақтанған. Психиатриялық түрмеде рухани ауру емделушілерді уландырып жүрген. Қазір ол өмір бойы бас бостандығынан айырылып түрмеде отыр.